Сәлем достар, мен сіздерге өте оңай және көп ингредиентті қажет етпейтін, ауызға салсаңыз ери түсетін рогаликтің рецебімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Құрамына 500 грамм ұнды електен өткізіп алдық, жарты шай қасық тұзды салып, жақсылап бір араластырып аламыз. Сосын бөлме температурасындағы 400 грамм сары майымызды салып, қолымызбен жақсылап мыжып ұнтақтаймыз. Екі қолымызбен жақсылап үгітеміз. Жарты шай қасық соданың үстіне жарты шай қасық уксусымызды құйып, көпіртіп алып, үстінен 100 грамм суымызды құйып, жақсылап шайқап жібереміз. Сосын ұнтағымыздың үстіне құямыз. Ал енді ұнтағымызды біріктіріп, жақсылап біркелкі илеп шығамыз. Енді осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына 100% сенімдімін. Егер сіздер жасап көріп, ұнатып жатсаңыздар, астына комментарий қалдырыңыздар. Суалақ қамырымыз дайын болды. Енді бұл қамырды жарты сағатқа холодильникке салып қоямыз. Жарты сағат өтті. Енді қамырымызды 4 бөлікке бірінші бөліп аламыз. Қамырымызды суалағып дайындаймыз. Жабыспас үшін бірінші ұнымызды сеуіп аламыз, аздап, кейінгісінде сеппейміз. Сәл жұқалау қылып жаямыз. Өте оңай және тез дайындалады. Ортасынан начинка сасаңыздар болады. Мен салмай жасадым. Сонда да өте дәмді болды. Рогаликті қызып тұрған духовкада 200 градуста 20 минутта пісіріп аламыз. Пісіп дайын болған рогаликтерді сахарный пудраға ұнатып алып, сәндеп, әдемілеп тарелкамызға қоямыз. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Айжан. Сіздерге менің видеом ұнаса, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Ас болсын.